Қазақстанда қараша айында инфляция 0,5%-ке де жеткен жоқ. Ал жыл басынан бері оның деңгейі 9,2%-ды құрап отыр. Азық-түлік тауарлары нарығында өткен айда жеміс-жидек пен көкөніске баға 2,2%-ға өсті. Ет пен ет өнімдері сатып алушыларға 0,5%-ға қымбатқа түсті. Бәрінен де жұмыртқа көп қымбаттап, өсім 4,7% болды. Ал күнбағыс майы 3%-тен астам арзандады. Азық-түлік емес тауарлар тобында бензинге баға едәуір төмендеп, 16%-дан асаға түсті. Дизельді отын 12%-ке арзандады. Қоқыстан тазарту қызметіне баға 2,2, электр энергиясына 2, ал орталық жылу беруге 1,5%-ға көтерілді. Ұлттық банктың болжамынша инфляция биыл 10%-дық деңгейден аспайды. Бұл пікірді үкіметте қолдап отыр. Жуырда премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанда инфляция деңгейін о баста белгіленген шектен асырмауға нақты мүмкіндік бар деп мәлімдеді. Оған жанар-жағармай мен жеміс көкөніс өнімдері нарығындағы бағаны тұрақтандыру шаралары арқасында қол жеткізілмек. Кейбір сарапшылардың мәлімдеуінше Қазақстан көрші Қырғызстан мен Өзбекстанға инфляцияны экспорттап отыр. Ол мынандай жолмен жүзеге асырылуда. Қазақстанда сұраныс пен ұсыныстың сәйкес келмеуі жеміс-жидек пен көкөніске бағаны көтеруде. Ал олардың едәуір бөлігін біздің нарыққа көрші елдер жеткізеді. Барлығын бірден сатып алу оларды өндіруші елдердің нарығында жетіспеушілік тудырып, сол мемлекеттердің ішінде бағаны өсіреді де инфляция деңгейінің көтерілуіне әкеп соқтыруда. Инфляция – бұл экономикада тауарлар мен қызметтерге бағаның жалпы деңгейінің көтерілуі. Ол экономикадағы сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңсіздікті көрсетіп, ақшаның құнсыздануы арқылы байқалады. Инфляциясыз мемлекет экономикасының толыққанды және қалыпты дамуы мүмкін емес. Басты мәселе оның деңгейі қандай болу керектігінде. Төмен инфляция экономикалық тұрақтылықтың негізгі шарттарының бірі. Өйткені мұндай жағдайда ішкі жинақтардың артуына кепілдік беріліп, өндіріс өсімі қамтамасыз етіледі. Әрі төмен инфляция тек экспортқа бағытталғандардың ғана емес, барлық саланың дамуына мүмкіндік береді. Ол өндірушілер үшін өзіндік психологиялық фактор іспетті. Өнімнің келешекте қымбаттайтынын күткен өндіруші өндіру көлемін арттыра түседі. Инфляцияға көптеген факторлар әсер етеді. Ол факторларды ішкі немесе сыртқы факторлар деп атауға болады. Негізгі факторлардың бірі экономикадағы жалпы жиынтық ұсыныс пен сұраныстың сәйкес келмеуі. Ондай жағдайда инфляцияның деңгейі қысымы көбейеді экономикадағы. Сонымен бірге еңбек өнімділігінің деңгейінің төмен болуы. Инфляциялық күтім инфляцияның негізгі себептерінің бірі. Жалпы бұл бағаның күтілген болжанған өсімі. Соны негізге ала отырып, өндірушілер, сатушылар және тұтынушылар өз саясатын жасап, кірісі мен шығынын бағалайды. Инфляциялық күтім болашақта бағаның өсетінін күту арқылы сұраныстың ұлғаюына әсер етеді. Бұл өз кезегінде бағаның көтерілуіне қысым жасайды. Инфляция болатыны анықталған кезде тұтынушылардың инфляциялық күтімі артып, ұсынысқа қарағанда сұраныстың көбеюі арқылы инфляция спиралі өрлей береді. Мұндай жағдай бақылауға көнбейді. Кейбір қызмет көрсету мен тауар өндіру нарықтарындағы бәсекелестіктің төмендігі де инфляцияның деңгейіне әсерін тигізеді. Біздің серіктес елдердегі инфляцияның деңгейі Қазақстандағы инфляцияға ол да әсерін тигізеді. Инфляция өсіміне тағы бірнеше фактор әсер етеді. Елге келетін көп қаржы ағымы, нарықтың дамымауы, әлсіз өндірістік база мен монополияның болуы инфляцияны ұлғайтуы мүмкін. Инфляция деңгейін реттеу ол ұлттық банк, үкімет немесе жергілікті атқару орындарының бірлескен шараларын қолдануды қажет етеді. Себебі инфляция ол тек қана бір жүргізіп отырған саясаттың нәтижесі емес, ол экономикада болып жатқан диспропорциялардың негізі нәтижесі болып табылады. Айта кету керек, экономикада ақша көлемінің инфляциялық процестерге әсері барынша күрделі және ол экономиканың жағдайына байланысты. Дамыған елдерде ақша ұсынысын реттеу экономикалық дамуға әсер етудің тиімді тетігі саналады. Егер өндірістің төмендеуі байқалып, жұмыссыздық көбейсе, орталық банк арзан ақша деп аталатын саясат жүргізеді. Оның мәні негізгі операциялар бойынша пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге саяды. Бұл екінші деңгейлі банктердің несиелері бойынша пайыздық мөлшерлемесінің төмендеуіне әсер етіп, кәсіпорындарды өндіріске қаржы салуға итермелейді. Инфляция өссе, тұрғындардың тұтыну тауарларына шығыны да артады.
Нәтижесінде экономикада жиынтық сұраныс ұлғаяды. Егер бұл өсім тиісті ұсыныспен қамтамасыз етілмесе, баға өсе бастайды. Екінші жағынан, орталық банктің пайыздық мөлшерлемелерінің өсуі нәтижесінде экономикада ақша санының азаюы, несиенің қымбаттауына әкеледі. Жоғары пайыздық мөлшерлеме нарықта ақша иелерін оны сақтауға итермелеп, қарызға алушылар саны да азаяды. Мұндай жағдайда экономикалық белсенділік біршама төмендеп, жиынтық сұраныс азаяды да инфляциялық процестер бәсеңдейді.